2018 жылы 13 маусымда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық домбыра күні туралы қаулысы жарияланған болатын. Елбасы ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясының төңірегінде қоғамды одан әрі топтастыру мақсатында осындай қаулы шығарған еді. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр ағамыз айтпақшы, ұлттық домбыра күнінің белгіленуі қазақ халқын ерекше қуантып отыр. Домбыра күнінің мерекеге айналуы көңілден жеткен асыл қазынамызға, ұлттық мұрамызға берілген лайықты баға деп білеміз. Қазақтың күй өнері ешбір халықта жоқ. Өзіндік орындау мәнерімен, орындаушылық дәстүрмен ерекшеленетін музыкалық аспаптық жанр. Күй 14 ғасырдан бастап қалыптасқан. Күйдің әуендік құрылысы, ырғақтық орындаушылық әдістері сан алуан. Мысалы, Құрманғазы күйлері екпінді жігерлі келсе, Тәттімбеттің күйлері әуені әсем, тәтті мұң мен қоңыр сазға толы. Ал Абылдың күйлері құбылмалы, ойнақы, төкпе жыр іспетті болып келеді. Күйлер орындаушылық дәстүріне, қағыз түріне қарай негізінен екі стильдік мектепке, төкпе және шертпе күй мектептеріне бөлінеді. Қазақта танымал бармағынан бал тамған майталман дәулескер күйшілер өте көп. Солардың бір қатары Құрманғазы Сағырбайұлы, Тәттімбет Қазанғапұлы, Абыл Тарағұлы секілді сазгерлердің өміріне қысқаша тоқталып өтейін. Құрманғазы Сағырбайұлы қазақтың ұлы күйші композиторы, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі. Туып өскен жері Бөкей хандығы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Жиделі деген жер. Құрманғазы өмірге ғашық күйші. Тіршіліктің нұрлы сәттерінде ол балаша қуанып, қалтқысыз сезімге бөлене алады. Оның Қызылқайың, Ақжелең, Адай, Сарыарқа, Балбырауын, Серпер, Назым, Балқаймақ, Бұлбұлдың құрғыры, Ақсақ киік, Төремұрат, Қуаныш сияқты күйлері өмірге іңкәр жанның жүрек лүпілі сияқты. Тәттімбет Қазанғапұлы 1815 жылғы қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында туып, 1862 жылы қайтыс болған. Күйші композитор, домбырашы, шертпе күй орындаушылық мектебінің негізін қалағандардың бірі. Халық күй өнерінің классигі. Тәттімбеттің жалпы бізге белгілі 40-тан астам күй бар. Солардың арасындағы ең танымалдары Саржайлау, Былқылдақ, Көкейкесті, Сылқылдақ, Қос басар, Бес төре күйлері. Абыл Тарағұлы 1820 жылы Оймауыт Желтау мекенінде туған. Күйші, Маңғыстау домбырашылық мектебінің негізін салушы. Абыл Қазақстанның батыс аймағын, Түркменстан, Қарақалпақстан, Хиуа аумағын аралап, сан рет күйшілер өнерінің сайысына түскен. Оның Абыл, Ақжелең, Нарату, Ақсақұлан, Кеңес, Аранжанның шалқымасы аталатын күйлер сақталған.
Лисаков орталық кітапханасында домбыраны үйренуге, қазақтың домбыра өнеріне, сонымен қатар күйшілік дәстүрге қатысты кітаптар қатары жеткілікті. Солардың бірнешеуін сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.